Онда сабақ бастай берейін. Сұрақты сабақтың соңында қоятын боламыз, иә? Так, бүгін қандай тақырып өтеміз? Бүгін уровеньді анықтау және постижение арқылы кіру. Так, уровеньді анықтау, толық сабақ. Біз уровеньді қай таймфреймнен бастаймыз? В основном, әрқашан жоғарыдан төменге, иә? Дневка, так, дневка 4 сағат, 1 сағат и ары қарай 30 минут, 15 минут деп қарай беретін боламыз. Уровеньді 5 минутпен 1 минутпен сызбаймыз. Үлкен таймфрейм күшті уровень болып анықталады. Ал 5 минутпен 15 минут арқылы біз точка входа анықтайтын боламыз. Қандай жер уровень бола алады? Ең бірінші, бұл жерде мультитайпл деп тұр. Ең маңызды баға бір немесе екі рет тоқтаған қайтқан жер. Чем больше реакция, тем сильнее уровень, иә? Сол жерге қарайсыздар, мысалға, баға кеп, фительмен кеп те бірнеше рет келіп, реакция беріп қайтқан жерлердің барлығын аласыздар. Плюс еще екі рет бірдей ұрған баға, иә, бұл зеркальный уровень ретінде есептелінеді. Екі рет бірдей ұрған деген баға қалай? Так, екі рет бірдей ұрған деген баға былайына. Мысалға, мысалы, былай істейін да. Осындай бізде екі немесе үш свеча болады. Так, олардың фитильдері болады осындай. Поломать еттік қой. Так, фитильдері болады. Және каждый раз былай уровень ретінде былай сызған кезде осы үшеуінің де фитилі бір жерге жарайды, болады. $2 разница болса бола береді. Бірақ в основном не істеу керек, қандай болу керек? В основном осындай болып касание болу керек. 2-3 рет касание болу керек. 3 рет, 2 рет бірдей ұрған бағаны міндетті түрде анықтаймыз. Оны уровень зеркальный ретінде анықтап қоямыз. Ол бізге кейін ТВХ болуы мүмкін, take profit болуы мүмкін. Или стоп-лосс қоятын жер болуы мүмкін, иә? Так, одан кейін rejecting деп тұр, реакция болған жер. Ұзын тен, түркішті айттым, қатты кері бұрылу, иә? Яғни ұзын фитиль тастайды, денесін астыға тартып кетеді. Бұл жер тоже бір уровень ретінде алып қойымыз. Бірақ бұндай жер неше болу керек? Міне, туда, суда, немесе денелер болған жерлер бола береді. Так, үлкен свеча. Және бағаны қабылдамады деген белгі. Көрдіңіздер ғой, иә? Сосын импульс орындалған жер. Яғни, баға қатты атылған жердің басы. Үлкен боди объем бар. Оны біз дистрибуционный свеча деп айтамыз. Дистрибуционный свечаның так, минимум және максимум және ортасында бір привязка алып аламыз, соны зеркальный ретінде алып аламыз. Зеркальный. Не үшін? Егер баға астында минимумда жүретін болса, минимумнан поддержка алса, зеркальныйға дейін өседі деген анализ болады бізде. Если жоғарыда жүретін болып астынан поддержка алса, ортасы, то есть зеркальныйға дейін құлайды деген бізде анализ тұрады. Так, одан кейін және high-low дейді. Кеше немесе өткен аптадағы high-low именно біздің ценаға жақын жерде. Мысалға, цена 450-де жүрген болса, цена 450-ге жақын жерде жүрген бағаның high-low'ын анықтаймыз, иә? Мысалға, алдыңғы апта немесе кеше күннің ең high бағасы 452 деген уровень болатын болса, соны алып қоятын боламыз. Және all time high деген болады. Оны біз ландшафт арқылы анықтайтын болатын боламыз, иә? Және pre-market high-low. Pre-market high-low да тоже қазір практикада көрсететін болатын боламын. Сосын round levels дейді. Round levels дегеніміз не? Психологический ценалар. Яғни ол не деген сөз? Круглая цена, например, $10, $50, немесе центпен то же самое, 0,25 цент, 0,50 цент, 0,75 цент, $1 деген сияқты. Акцияда өте жақсы жұмыс істейді. Например, 440 дегенде уровень болатын бұрында, өте жақсы отработкасын беретін. 440, 400, 395 деген сияқты уровеньдер жақсы отработкасын береді. Круглая цена деп айтады оны, 393-те 62 деген сияқты емес. Так, одан кейін қалай сызамыз? Маңызды бір сызықпен дәл түю,
бір сызықпен просто так ала салмаймыз. Свечаның телосы теңі қамтитын диапазон алу керек зона ретінде. Жіңішке емес реакция аймағын зона ретінде алатын боламыз. Бұны кеше өткен емес, зонаны қалай алатынымызды кеше өткен болатынмын. Так, қанша уровень болу керек? Примерно максимально 3-5 уровень, ары барса 10 уровень болу керек. График паутина болмау керек. Көзге бірден көретін деңгейлерді ғана алу керек. Иә, неге? Себебі акция ары барса так 10-15 доллар ғана қозғалады. Ол кезде уже тегті былайынан ала беретін боламыз. Так. Қай уровеньдер күшті болады? Daily уровень ол приоритет болады. Daily және көп рет реакция берген, яғни зеркальный уровень, сосын үлкен свечамен бұрылған, жаңағы айтқаным, иә, керіс свечамен бұрылып кеткен фитиль тастап, волюм бар, бұл объемный свеча, көлемді свеча, дистрибуционный свеча. Так, егер үш шарт бір жерде болса, gold level, иә, алтын уровень деп есептейміз. Осы үшеуі, төртеуі де бір жерде бар болатын болса, ол gold level дейді. Біз не істейміз? Тек қана осылардың барлығы бар жерді ғана аламыз. Бізде тек мынау біреу ғана бар деген нәрсе болмайды. Бүкілін қамтитын боламыз. Бір-біріне привязка алатын боламыз. Так, уровеньді кіруге қалай қолданамыз дейді. Breakout setup. Breakout setup дегенімізде біздің уровень лонговый болатын болса, ол асыға бір түсіп, қайтадан денесі үстіне жауып, поддержка алып жазда уже breakout болады. Екінші ретест болады, дененің уровень үстінен жабылады, иә. Одан кейін уровеньге келеді. Так, реакция беріп жатыр, фитиль тастайды, қабылдамай қайта деп айтады оны. Кейін слабый дейді, иә. Фитилі слабый болып тұрады, фитиль тым ұзын болып тұрады. Так, слабый объем дейді, иә. Объем көлемі кішкентай болады. Уже реакция беріп жатыр деген сол. Так, көп жіберілетін қателіктер. Уровеньде тек бір түймен ғана сызу, тек кішкентай таймфреймдерге қарау, яғни ол 1 минут, 5 минут, 15 минутқа ғана қарап қоя салу. Әр теңге, яғни әр фитильге линия салу, каждый уровеньді точка входа деп ойлау. Ол қателік. Так, енді қазіргі уровень бойынша тақырыбымыз аяқталды. Енді шамалы бір практика көрсетіп жіберейін. Так, веболым көрініп тұр, иә? Так, веболым көрініп тұр. Уровеньді только что жаңағы көрсетіп жүрген теория бойынша практикасын бір көрсетіп жіберейін. Так, уровеньді анализ жасаған кезде қай таймфрейммен жасайтын боламыз? Қай таймфрейммен жасайтын боламыз? Үлкен таймфрейммен, иә. Ол бірінші не қандай таймфрейм? Үлкен таймфрейм дневка. Дневка тіпті апталықты тоже можно алуға, апталықтың несін алуға болады? Апталықта да осы именно біздің бағамыздың қозғалысы жүріп жатқан жақта апталықта уровень болса, соны да алып аламыз. Менің каждый сөзімді текст қылып жазып алатын болсаңыздар, естеріңізде сақталып қалады оның барлығы. Так, ең бірінші не істеймін? Так, бірінші білесіздер, иә, күні кеше үйреткендей трендті көреміз. Тренд қандай? Үлкен тренд бойынша шартовый тренд екен, иә? Так, тренд шартовый. Үлкен тренд шартовый трендін сыз қойдым. Енді дневкадан уровеньді аламыз, иә, дневка. Так, дневканың кешегі күннің жабылу бағасын аламыз. Ең бірінші кешегі күннің жабылу бағасы. Кешегі күннің жабылу бағасы қайсы? Мынау бүгін қалыптасқан свеча болса, мынау кешегі күннің жабылу бағасы, иә? Жасыл свеча қалай ашылады? Астынан ашылып, үстінен жабылады. Бұл не деген сөз? Яғни жабылу бағасы жоғары жақта тұр жасыл свечанікі. Бізде баға жасыл свеча астынан жоғары қарай өседі, сондықтан жабылу бағасы жоғарыда болады. Енді дневкаға қарайтын болсақ, бізде кейін перехай перелоу дегенді үйрететін боламын. Яғни қызыл свеча жабылу бағасын бір белгіге балдық. Одан кейін апталыққа қарайтын боламын. Апталықта жабылу бағасы қай жерлерде жүр деген менде бір шамалы бір анализ тұрады, иә. Қарасаңыздар, апталық тоже шартовый тренд болып жатыр екен, бірақ қандай уровень тұр? Мен именно баға қозғалып жатқан кезде сенат закрытияға жақын мен мына уровеньді алып алатын едім. Бұл не деген уровень болуы мүмкін? Бұл мен үшін зеркальный, әрі не поддержка уровені болуы мүмкін. Не үшін? Не үшін деп ойлайсыздар? Себебі қарасаңыздар, не істеген? Баға осы жаққа келген кезде неше рет көтеріліп беріп отырған, иә? Так, және мына жерден бір фитилінде бүйтіп қарайтын болсақ, соған шамалы жақындататын болсақ,
Так, бағаны былайынан жақындататын болсам, мен қарап тұрмын, көріп тұрмын, иә, бір фитиль, екі фитиль, үш фитиль, бүгінгі фитиль тағы келіп тұр екен. Төрт фитиль болып тиіп тұрған жерді бір белгілеп аламын. Так, шамамен үшеу үш фитильді бір-біріне тиіп тұру керек. Және бұндай моментте мен не істеймін? Круглая ценаны алған дұрыс. Ең жақсы вариант круглая цена. Так, так, мынаның қарап көрейін. Минимум 387-те 33, мынанікі 383, мына 382. Яғни мен нені аламын? 387-ні ала берейін, иә? 387 00 деп ала берейін. Потому что барлық фитильдер осы жаққа келген. Қайтқан, шамамен примерно 1-2 доллар ғана разница болған. Так. Так, осыған қазір біз кіші таймфрейм бойынша привязкада анықтап алатын боламыз. Жалпы мен көріп тұрмын, именно осы жерден қайта-қайта баға көтеріп жүре берген, иә. Енді мен не істеймін? Осы жақтан лонгқа реакция алғанын күтетін боламын, иә. Так, енді апталыққа бір қарап алдым, тренд шартовый, және біз апталықтан не қараймыз? Апталықтан мен мынандай ландшафттан бір уровень алып алатын боламын. Қараңыздар, жаңа мен фитиль көп деген бір жерді айттым, иә? Фитиль көп деген бір жерді айттым, оны былай алып қоя салатын боламын, және апталықта бізде минимум баға болады. Мынандай минимум баға тұр, міне 391-ден 09 деген минимум баға тұр. Не үшін мен именно бұл жерді алдым? Так, қараңыздар, ландшафтта мынандай таудың түбі минимум болады. Мынаның бәрі минимум. Ал таудың ұшы максимум болады. Мыналар максимум болады. Именно осы жерді алдым, себебі баға осы жерлерге жақын жерлерде жүр. Так, 391-ді 09 ретінде минимум баға ретінде ландшафттан алып алдым, иә? Менде енді анализ қалай болады? Егер баға осы 391-ден аса түсіп жатса, ол тағы құлау мүмкін деген анализ тұрады. Так, мен тағы бір минимум бағаны алып алғым келіп жатыр. Не үшін? Цена закрытияға ең жақын тұрған минимум баға мынау тұр. 411. Так, бұны тоже минимум баға және Т деп белгілеп қоямын сразу. Апталық мен деп белгілеп қоямын, иә? Не үшін? Потому что ертең анализ жасаған кезде бізге удобно болу үшін. Так, мынағанда цена закрытия деп сіз қоя салайық. Цена закрытия. Так, мынау. Так, апталық. Аптамен. Ал мынау апта зеркальный деп алсақ болады, иә? Апта зеркальныйға қасып привязка табатын боламыз оған. Так. Апта зеркальный деп жазып алдым. Так, енді бір апталыққа да ландшафт бойынша бір қарап жіберемін, иә? Ландшафт бойынша цена закрытия қай жерде тұр дегенге бір қарап жіберемін. Так, цена закрытия именно апталық деп болады, дневка бойынша сызылған максимум минимум бағалардың ең қай жағында жүр екен қарасаңыздар. Так, минимум бағаларға жақын жерде жүр екен, өте минимум бағаларға жақын жерде жүр. Получается, бұл не деген сөз? Бұл баға именно осы минимумның поддержкасы жоғары кетеді. Егер минимум астына түсіп кетсе, қайда кетеді деген сөз? Астыға қарай кетеді деген сөз. Мен сол үшін цена закрытияға ең жақын және нені аламын? Ең жақын және минимум бағаны алып қоймын. 399-да 83 деген бір уровеньді алып қойдым. Оны дневка минимум деп сызатын боламын, иә? Дневка минимум. Қазір бұлардың бәрін бір привязка жасап азайтып аламыз уровеньдерін. Так, дневка минимум. Так, мынау тоже тұр. Жалпы дневка бойынша ландшафттан бір алып алдым. Енді свечаға кіріп қараймыз. Свечаға кіріп қараймын да нені аламын? Так, именно цена закрытия барып бір тиген уровеньді аламын. Ол қандай уровень? Қараңыздар, цена закрытия жабылу баға мына уровень барады да бүйтіп келіп тиеді. Мына уровеньге келіп тиіп тұр екен, иә? Мына уровеньге келіп тиіп тұр. Бізде мынандай сөз бар. Дистрибуцион свечаның, айтып кетейін, сіздерге мен дистрибуцион свеча, тым үлкен свечаның так минимум және максимумы бар, және зеркальный бар, иә? Зеркальный дегеніміз не сөз? Тым үлкен свечаның міндетті түрде зеркальный болады. Енді қарасаңыздар, біз айттық, баға егер зеркальныйдың астында жүрсе, не болуы мүмкін? Зеркальныйға барып, сояқтан құлауы мүмкін. Егер баға зеркальныйдың үстінде жүрсе, не істеуі мүмкін?
зеркальныйға түсіп, зеркальныйда поддержка алып кетуі мүмкін, иә. Так что бізде дистрибуцион свечаның ортасы өте маңызды уровень ретінде алынады. Ол не деген сөз? Қазір стена закрытияға бір қараймын. Стена закрытия қарасаңыздар, мынау дистрибуционный свечаның не істеген? Тура ортасының зеркальный уровеньнің астынан жабылып қалған сияқты болып көрініп тұр маған, иә. Бір көзбен қарасаңыздар, мына дистрибуционный свеча осының зеркальныйның астынан жабылып тұр. Получается, бізге анализ зеркальныйның астынан жабылып жатса, бұл не деген сөз? Бұл шортқа кетуі мүмкін деген сөз. Анализ бойынша шортқа кетуі мүмкін деген сөз. Ертең перехай перелоу деген сабақтарда бір өтетін боламыз. Неде? Четверг күні. Так, зеркальныйдың астына жабылған, получается, бұл құлайды, иә? Қай жақтан құлайды? Именно осы зеркальныйына дейін өсіп, сол жақтан құлайды. Алдыңғы күн не істеген? Именно стена закрытиясы фитильмен барып зеркальныйға дейін өскенде құлап кеткен қайтадан, иә? Так, енді дистрибуцион свечаға қарап тұрмын, зеркальныйның астынан жабылған. Енді анализ дневка бойынша шортқа қарап тұр. Енді маған не керек? Так, енді маған точно ТВХ-ны анықтау керек. Біз жалпы дневка бойынша анализді бір алып алдық деп айтсам болады, иә? Так, қараңыздар. 399-да 83 деген дневканың минимумы екен, иә? Так, минимумы екен, мен не істеймін енді? Бұны шамалы төменге қарай, то есть ландшафттың минимумы ғой. Ландшафттың минимумы болған екен, осылай бір алатыным бар. Так, былай бір қарап жіберсем, фитильдер бір жерге келіп, қайта-қайта келіп көтеріп жіберген уровеньдерде бар екен, иә? Мына жерде 97, 97, 69. Так, былай нетіп көрейінші қазір. Екі рет бірде ұрған бағаны былай есептейміз. 397-те 75, 397-те 64 деп тұр. Получается, бұл жерде бір жерде бір уровень тұр деген сөз. Мен не істеймін сол үшін? Так, мынамен мынаны алсам ба деп тұрмын. Так, болмаса, не үшін мен мына фитильді алып жатырмын? Потому что мына фитильде кеп тиген, мына фитильде кеп тиген. Сондықтан мен осыны бір зеркальный ретінде бір алып қоямын, иә? Так, дневка бойынша. Мен бұны қазір примаркеттің ішінде, примаркет деппін ғой. Қазір локальный ненің ішіне, внутри дневканың ішінен привязка іздеп тауып алатын боламын. Жалпы анализ үшін дневканың анализі дәл осылай. Осыны алатын боламыз дневканың анализінен. Так, уровеньдер осындай болады. Сосын тағы тақырып бойынша бізде анализ жасаған кезде дневка апталыққа қарап үлкен таймфреймдермен бір анализ жасалынады. Одан кейін не істелінеді? Дневканың ішіне анализ 4 сағат пен 1 сағатқа анализ жасалынатын болады. Так, ТВХ қай жақта болады? 5 минут, 15 минутқа қарайтын боламыз ТВХ-ға. Точка входа. Ал точно кіру нүктесін неше минут қараймыз? 1 минутпен кіреміз. Так, енді анализге кеттік. Так, дневка апталық бойынша анализ жасалынды. Апталық бойынша шамалы бір уровеньдер алып алдым. Енді мен осы уровеньдерді шамалы бір-біріне жақын болатын болса, локальный тренд, я внутри дневканың ішіндегі сағаттарға привязка жасап жақындататын боламын. Так, апталық дневка бойынша шортқа қарап тұр. Енді 4 сағат примаркетке қарайтын боламын. 4 сағат примаркетке қарайтын боламын. 4 сағат примаркет не болып жатыр? Так, 4 сағатта не іздейміз? Ең бірінші 4 сағатта 2 рет бірдей ұрылған бағаны іздейтін боламыз. Примерно бірден көзге қараған кезде мына жерде бір 2 рет бірдей ұрған бағаға ұқсас бір жерлер тұр екен. Так. Так, мына жерде 387.53, мынау 387.53 ба? Екеуі де 387.53, 387.53. Міне. Мына екеуі бірдей ұрылған баға. Мен уже примерно зеркальный уровеньді анықтап алдым. Бұны тоже самое бір дневка нені арық 4 сағат деп жазып қойсақ та болады, иә? 4 сағат 4 сағат зеркальный деп алып алдым. Так, мына жерде тағы бір тұр екен. Так, бұл жаққа ешқандай реакция жоқ, иә? Так, енді 4 сағатта не көріп тұрмын мен? Ой, 387-де қанша еді? Болды, 387.53. Так, енді мен не көріп тұрмын? 4 сағат бойынша ең жақын жерден не көріп тұрмын? Кешегі тақырыпта өткен бойынша ең жақын жерден не болып тұр? Мен мына жерден бір бай зонаны көріп тұрмын, ше? Байды бір алып аламыз, иә?
бай зона ретінде бір сызып аламын. Так, мынаны бай зона ретінде сызып белгілеп қоятын боламын. Егер баға осы зонаның ішіне келіп реакция беріп жатса кіруге болады, бірақ қай кезде? Тек қана глубже кірген кезде ғана. Так, бай зонаны алып алдым. Так, мына жаққа қараймын. Мына жақта бір бай зонаға ұқсайтын жер бар екен, бірақ мына жерде тоже бай зонаға ұқсайтын жер бар екен, бірақ бұл жерде не болып кеткен? Тым фитильдері тым қатты ұзын болғаннан кейін мен бұны тек қана денесін ғана алсам ба деп тұрмын. Не үшін? Себебі фитильдер тым ұзын, мен оны зона қылып алатын болсам, біздің қозғалыстың бәрін бірден алып қоя салады. Так что 396-04 деген уровеньді бір не ретінде алып алдым, сел зона ретінде алып алдым. Мен не үшін сел зона? Потому что кезінде мына бай болған, кейін келіп брейкаут жасап кетті селға, иә? Так, алдым. Бір спраг көзбен қарап алдым. 4 сағаттың уровеньдерін бір спраг қарап алдым. Так, мына жерден тоже бір уровеньді алсам да болады екен, иә? Бұл жер не? Бұл жерде бай болып тұр екен. Так, бай болып былайынан сызып белгілеп қойсайыншы. Так, байға болады екен. Анда не зона ретінде алуға болады екен, иә? Не үшін? Себебі олардың фитильдер шамалы кішкентай екен. Так, бай зонаны қалай белгілеуші едік? Денелер, түйіскен денелері және фитильмен аламыз, жасылдың фитильмен, иә? Так, міне мынау бай. Құлтадың. Так, енді қарасаңыздар, біздің баға қай жақта жүр, қай жақта қалай ашылды, не болды? Міне, кешегі күннің жабыл бағасы цена закрытия мынау болса, біздің бағамыз қай жерден ашылды? Ол сразу геп даун болып ашылды. Геп даун дегеніміз не? Геп дегеніміз не? Геп дегеніміз разрыв цены. Разрыв цены бағаның осылай бөлініп ашылуы, қаншама доллар бөлініп ашылуы, иә? Мынандай үлкен разрыв ценалар көп всегда бола бермейді. Так, ол не істеді? Сразу кешегі дистрибуционы өсіп кеткен лонгтың ортасының астынан ашылды. Яғни мен оны не деп аламын? Ашылған бағаны белгілеп аламын. Ашылған бағаны аламыз, иә? Так, геп даун болып ашылған бағаны мен сразу сарымен белгілеп қоямын, иә? Бізде ботахан үйреткендей сарымен белгілейтін боламыз всегда гепті. Так, енді нені белгілейміз? Қарасаңыздар, мына жерде бір зона тұр, бұл уже 4 сағаттың хайымен нормально келіп тұр. Енді тағы дәл қазір баға текущая цена мына жақта жүрген жоқ, сондықтан мен не істей аламын? Бұл жақтарға қатты мән бермеймін. Бұл жақтағы уровеньді пока что пропускаем. Не үшін? Потому что баға ол жақтарға келіп жатып, поддержка алып жатса, можно қарауға. Қазір қараудың қажет жоқ. Так, енді қай жаққа қараймыз? Именно цена гебап болып ашылған жерге қараймыз. Гебап болып жоғары қарай өсіп жатыр екен. Уже қарап тұрсаңыздар, келген алғашқы жасыл 4 сағаттың несі қалыптасқан. Кстати, так, бұл бір нәрсені үйретіп жіберейін. Оңай несін айтпаппын ғой, уровень сызуды. Так, мынау бізде премаркет, мынау автомаркет болып, мынау маркет болып есептенеді, иә? Мынау премаркет, мынау маркет. Бұл елестетіңіздер, мына түндегі қозғалыс, мынау күндізгі біздің ашылып жатқан уақытта қозғалыс деп ала берсек те болады осыны. Так, енді тағы біз мына жаққа анализ жасау үшін бірінші қай жақ қараймыз? Мына жақтағы екі свечаға қараймыз, иә? Так, енді жалпы уровеньдерді мен 4 сағат бойынша да дневка бойынша да привязка жасаған сияқты қылып алып алдым, иә? Шамамен алып алдым. Так, мынау тұра берсін, аптаның минимумын тоже тұра берсін, иә? Бір тек ретінде болады. Так, енді 1 сағатқа бір қарап шығамын. 1 сағатта не болып жатыр екен деген сұраққа жауап іздеймін. Так, 1 сағат не болып жатыр? 1 сағат цена закрытияға мүлде жақындамаған. Тек қана гептің алдында ғана жүр, иә? Гептің айналасында жүр. Значит, получается, бізде не болады? Гептің және жоғары жақта жаңағы дневканың минимумның айналасында жүр екен. Мына жақтан кеп реакция алды. Жалпы уровень отработкасын берді деп айтсақ та болады. Так, 1 уровень, 2 уровень, 3 уровень, тағы кіші таймфреймден қараймыз. 15 минутпен. Кіші таймфрейммен қараймыз. Так, 1 уровень отработал, 2, 3, так, 4. И астында
пробой жасап астына мына уровеньнен көтеріп екен, иә. Жалпы бұл ложный пробой с двумя свечами деп атасақ та болады. Жалпы қатты важный нәрсе емес, бізге қай кезде важно болуы мүмкін, именно осы жақтан мынаның үстіне шыққан кезде ғана важно болуы мүмкін. Так, жалпы отработкасын 15 минутпен біраз көріп тастадым. 5 минутпен де бір қарайын. 5 минутпен де қараңыздар. Баға келген екен, мына уровеньге келген екен, қайта астына түскен екен, не қайта не істеген, ары қарай бұзып кете алмаған. Наоборот, жоғары қарай тересін тартып кетті, дәл солай. Так, бір отработка, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Жалпы отработкасы бар уровеньдер. Отработка, так, уровеньдерді дәл осылай мен сияқты аласыздар, иә. Чек-лист ретінде сабақтың соңында бір айтылатын болады, солай алатыныңызды. Так, енді сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ көп шығар, иә, шамалы біраз нәрсе түсініксіз болып қалған шығар, бірақ көбірек практикаға салып, қайталап көре беріп видеоны солай істесеңіздер болады. Так, мені Бүгін Тесла Симай ханым лонгты да шортты да беріп отқан сияқты ғой да. иә, минимумнан кроскын берді, максимумнан лонгын берді. Иә, жалпы аха тағы бір айтып жіберейін. Жалпы ең бірінші осы нені анализ жасап жатқан кезде акцияға, то есть именно акцияға біз ең бірінші трендтерге қарайтын боламыз. Тренд ап, тренд даун тренд. Сосын одан кейін не істейміз? Подтверждениеға қараймыз. Одан кейін жаңағы бай зона, сел зонаны белгілеп алатын боламыз. Одан кейін аккумуляционный или дистрибуционный свечаларға бір қарайтын боламыз. Сосын уровеньдерді анықтап алатын боламыз. Иә, дневка бойынша және внутридневка бойынша уровеньдерді алып алатын боламыз, иә. Сіздерге үйге тапсырма. Алдыңғы күннің жабылу бағасын, то есть бүгін жабылды ғой баға, соның жабылу бағасын белгілеп, дәл қалай мен анализ жасадым, то есть уровеньдерді анықтадым дәл қазір. Дәл солай уровеньдерді сіздер де сызып келетін боласыздар. Бірінші нені анықтайсыздар? Глобальный трендке қарайсыздар, және дневканың жабылу бағасын аласыздар. Сосын локальный трендке қарайсыздар. Локальный внутридневканың ішіндегі 4 сағат, 1 сағат фитиль қалдырып кеткен, 2 рет бірде ұрған зеркальный уровеньді анықтайтын боласыздар. Так, одан кейін сопротивление, поддержка уровеньдерін бір нақты сіз көрсететін боласыздар. И көрдіңіздер, қалай жазады, мына жаққа жазып қоясыздар. Жалпы бүгінгі уровень сызу тақырыбы аяқталды. Сұрақтарыңыз бар ма? Осы уровеньдерді қалай алып жатырмын? Кстати, ландшафт бойынша да максимум минимумдарды алып аласыздар. Сұрақ бар ма? Сұрақ тек қана уровеньге байланысты ма? Иә, сұрақ тек пока бүгінгі тақырыпқа байланысты. Сізде басқа сұрақ бар ма? Сұрақ менде Сол болып тұр. жаңағы откатпен Бұл бағандағы бай сел ауыстыру зоналарды или қандай откат түспен деген белгілейміз соған сонда? подтверждение. Подтверждение ма? Подтверждение қазір өтем. Келесі сумда өтем. Так, Айгүл ханым, бай сел зоналарды жаңа көрдіңіз ғой, прямоугольник мынамен жасылмен белгілейсіз, селді сарымен белгілеп қоясыз. Мынандай, в общем, примерно сел дегенге қандай түс көрініп тұр сізге? Соған не қыласыз ғой? Қандай сұрақтар? Зеркальный зона нейтральный зона болады ма сонда? Ол шортқа да кетуі мүмкін, байға да жіберуі мүмкін да, иә? Иә, жоқ, ол зеркальный зонаны былай аласыздар. Егер баға мына зеркальный астына жүретін болса, бұл сопротивление болады. Сопротивление болады. Егер дәл осылай астына жүретін болса, баға осының үстінде жүр ғой, бұл үстіне шығып кетсе не болады уже? Бұл поддержка болады. Мына поддержка болады. Түсінді ма? Сұрақтарыңыз бар ма дәл қазір?
Таамастар сұрақ жоқ сияқты ғой, что-то все молчат. Примерно түсінікті. Онда келесі тақырыпқа Иә. өту керек. Келесі Бүгін бірінші сабақ қой енді. тақырып, Иә. Қорытыласын. шамалы қорытыласын. Уровеньде. Бай мен сел зонаның түсі қандай болу керек дейді Айгүл ханым. Я міне Ана, Айттыңыздар жаңа. жасыл, сары ғой. Мгм. Так, енді примерно не жоқ болса, сұрақ жоқ болса, подтверждениені алуды қалай істейміз? Так, білесіздер, иә, уровеньдерді сызып алдық біз дәл қазір. Так, зумның аяқталуына шамалы 7 минут қалып, давайте 7 минутта үлгеретін шығармын. Подтверждениені қалай аламыз? Біз уровеньде сыздық. Подтверждениені қалай аламыз, иә? Біз қалай білеміз? То есть, мынау точно точка входасы ма? Входасы емес па? То есть, точка входа или входа емес деген сияқты сұрақтарға жауап алатын боламыз, иә? Так, оған шамалы көбірек уақыт керек болып тұр, но ладно, мен осымен көрсете берейін, уақыт жоғалтпай. Подтверждение. Қазір. Подтверждение. Так, экран көрініп тұр, иә? Подтверждение. Подтверждениені қалай аламыз акция бойынша? Мақсат уровеньге соқыр кірмеу, бағаның ниетін күтіп, содан кейін ғана кіру, вход жасау, иә? Так, подтверждение дегеніміз не? Подтверждение дегеніміз баға уровеньге реакция беріп жатқанын көрсететін белгі. Яғни уровеньге баға келіп тие салды, кірмейміз. Уровеньге тиді, реакция берді, сосын ғана кіреміз. Енді реакция дегеніміз не екен? Қазір глубже түсіндіреміз, иә? Қай таймфреймде подтверждение күтеміз? Так, біз уровеньді жаңа дневка мен 1 сағаттың арасында алып аламыз, подтверждение 5 минут пен 15 минуттен алатын боламыз. Так, енді подтверждениенің негізгі түрлері. Подтверждениенің негізгі түрлері деп нені аламыз, иә? Подтверждение бірінші rejecting candle. Кеше мен бір спраг көрсетіп шыққаным бар еді, иә? Так, мен олардың фотоларын бір жіберетін боламын. Rejecting candle дегенімізде реакция свеча. Реакция свеча дегеніміз не? Ұзын тең болады, денесі кішкентай болады, уровеньнен қайтады. Баға ол зонаны қабылдамады деп есептесек те болады. Ол қалай ол? Баға келді, так. Міне мынау и мынау. И қалай, так, қалай? Так, Дауысың шықпай қалды ау деймін ханым. аға сөйлеп сүйретін звонигім ғой. Так, міне мынау реакция. Реакция қандай ол? Реакция фитиль тастайды да, сразу уровеньге тиді ма, немесе уровеньге келіп, одан ары қарай кетіп бара жатыр ма? Получается, возможно, стоптарды шешіп кетіп бара жатыр деп есептесек те болады, иә? Так, мынау реакция, денесі кішкентай, уровеньнен қайтты. Мынау денесі кішкентай, фитилі ұзын, уровеньнен қайтты. Осыны біз подтверждениенің ең негізгі түрі деп есептесек болады. Осы свечаны жаттап алыңыздар. Бұның түсінде разница жоқ. Бұл қандай жерде, қай жерде тұрса да бәрібір, иә? Цветінде разница жоқ. Егер дәл осылай подтверждение беріп жатса, бұл неге подтверждение? Шортқа подтверждение. Ал дәл осылай беріп жатса, неге подтверждение? Лонгқа подтверждение. Так, енді, кстати, міне, одан кейін келесі engulfing деп айтады. Engulfing дегенде қалай? Мынандай варианты тұр ол. Баға міне шартовый тренд болып жатыр. То есть, лонговый тренд болып жатыр деп есептейік. Мына жерде бір не бар? Уровень бар екен.
Так, примерно түсініп тұрсыздар, иә? Міне фото. Поглощение жасағанның өзі уже подтверждение. Қандай подтверждение? Мынау алдындағы жасыл свечаны, қызыл свеча полный денесімен поглощение жасады. Келесі трендін жалғастырды. Одан кейін ретеске келді. Уже не істейміз? Кіркетеміз. Так, осыны суретке сызасыздар. Дәл осылай. Сосын дәптерге жазып аласыздар. Сосын естеріңізде қалатын болады. Бағыт өзгереді, прям мынандай болады ғой, уровеніңіз прям мықты болатын болса, ол не істейді, келеді да, может фитильмен келіп тиіп сәл шығып, қайтадан денесін жоғары қарай тартып алып жатыр. Ол значит подтверждение, реакция беріп жатыр. Одан кейін кері бағытқа қайтып бара жатыр. Келесі күшті импульс болып жатыр. Так, структура бұзылды, иә? Так, енді келесі структура confirmation өте күшті болып тұр. Бұл енді не деген сөз? Бізде трендтің бұзылуы деп айтамыз. Бағыт былай тренд шартовой болып жатқан кезде, тренд уже лонгқа бұзылған кезде не болады, білесіздер, иә? Мынау лоу бағасы жоғарыға жабылып қалады. Lower low деп айтады. Яғни жоғарыға жабылып қалды. Бұл структура бұзылды деген сөз. Бұл енді акцияда прям қатты анализ, қатты рөл ойнамайды. Жай ғана свечной анализбен жақсы бір подтверждение алып алатын болсаңыз, уже болды, соның өзі жақсы нәрсені білдіреді. Так, структура confirmation, яғни структура, бағыт, трендовый подтверждение, тренд бұзылған кезде тренд сақталады, немесе кері бағытқа бұрылады. Бұл ең сенімді подтверждениелердің бірі. Так, одан кейін бұны да кейін үй тапсырмасы ретінде жіберетін болсыздар. Уровень бұзылады, ретеске келеді, уровень қайтадан ұстап қалады, қайтадан жіберетін болады. Бұл енді уровень бұзылды деген сөз, иә? Бұл не деген сөз? Енді уровеньнің рөлі ауысады, ол кезінде сопротивление болса, уже поддержка болып тұр деген сөз. Міне, баға осы жерден құлаған болса, қайтып келіп өсіп, тиіп, бірақ бозып үстіне шығып кетсе не болады? Уже бұл не деген сөз? Брейкаут жасады, пробой жасады. Одан кейін артқа қарай қайтқан кезде именно мына уровеньді тағы бір тексереді. Сол кезде не істейсіздер? Қайтадан кіріп кетесіздер. Неге? Лонгқа кіресіздер. Так, одан кейін төртінші подтверждение. Көлемді подтверждение. Көлемді дегеніміз ол брейкауттан кейін, брейкаут жасағаннан кейін көлемді свечалардың пайда болуы. Көлемді свеча қалай ол? Үлкен свеча, иә? Үлкен свечалар пайда болуы. Мысалға, сіз мына минимумнан лонгты күтіп отқан болсаңыз, ол жоғарыдан келіп төмен келіп жатады да, уже жоғары қарай көлемді свечалар пайда болып жатыр деген сөз.